Енді елімізде аста-төк той жасағандар салық төлеуі мүмкін. Көршілес қырғыз ағайындар осындай аста-төк той мен өлім жітімге заң жүзінде бақылауды қолға алайын деп жатса, біздің елде салық салынайын деп жатыр. Расымен қазақтың тойы бітпесін деген тіркеске тықыр таянды ма? Ақпаратты бірге тексеріп көрейік. Ақпаратқа себеп болған видеода қаржы вице-министрі той жасаушылар туралы айтпаған, яғни той иелеріне ештеңе болмайды дейді. Вице-министрдің айтуынша тойларда жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген тамадалар, музыканттар, әнші бишілер мен тағы да басқаларды мысалға алып отыр екен. Олар табыс табады да салықтан жалтарады дейді. Салық кодексінде той иелеріне салық салу туралы ештеңе айтылмаған және дәл қазір қарастырылып жатқан жоқ. Яғни ақпарат түбегейлі жалған. Бұл ақпаратты нақтылау үшін біз мемлекеттік кірістер комитетінен арнайы сұрастырған едік. Комитеттің ресми өкілі бізге жеке кәсіпкер ретінде ресми тіркелмей, сауда-саттық немесе басқа да коммерциялық қызметтермен айналысатын тұлғалар туралы айтып отқанын жеткізді. Сондай-ақ бұндай салық міндеттемелерін орындау жүргізушілер, тамадалар, әншілер және тағы да басқа қарапайым азаматтардың жеке кәсіпкерлермен бірге салық төлеуі әділеттілік принципке сәйкес келетінін жеткізді. Яғни бұл тарап барлығына ортақ дейді. Біздің елде той жасау расымен ысырап па, әлде босқа тыраштану ма? Сіздің ойыңызша жалпы тойларға қандай да бір шектеу керек пе, әлде бұл той иелерінің өз құқы ма? Ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.